Сәлеметсіздер ме, менің құрметті көрермендерім. Сіздермен бүгін мен өзім ойдан құрастырған күлкілі пальма жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдай отырыңыздар. Ең алдымен біз осындай қоңыр гуашьты аламыз дағыны. Оны мынау шаригімізбен, пластикалық шаригімізді алып бояп шығатын боламыз. Мынау осындай домалақ шар аламыз дағыны, осы қоңыр түске осыны бояйтын боламыз. Бұл кішкене болса да кокосымыздың түсін ұқсату үшін. Яғни мына кокос жемісіміз осылай қоңыр болып шығады. Енді бұның сыртына біз желім жағатын боламыз міндетті түрде. Мынау сыртына жабысу керек желім. Бұл менде панировочный сухари. Осылай желімдеп шығамыз. Және себелеп үстіне, желімнің үстіне жабысу үшін жасап шығамыз. Енді мына жерде бізде лента, жасыл лента, бұдан біз жапырағын жасайтын боламыз пальманың. Ең жалпақ лентаны алдым мен. Өзіңіз қалағанша, қалаған ұзындықта кесіп аласыздар. Бұл жерде маңызды емес, қаншалықты ұзындық керек екендігі. Осылай кесіп алдық. Нақты өлшемі қажет емес. Қараңыздар, енді мынаны бас жағында осындай шамалы жіптері шығып тұрады. Соны өстіп тарта берсеңіздер, ол өзінен өзі өстіп зырылдап кете беретін болады. Мына жанындағы жіпті ақырын алып тастасаңыздар, сіздер мынау лентаны ары қарай тарқату оңайға түсетін болады. Қараңыздар, өте жылдам, өте оңай кетіп жатыр. Енді екі беттік двухсторонний скотч дейміз, яғни екі беттік скотчымызға осылай қаз-қатар етіп 5-6 лента жабыстырып шығамыз. Біз қолымызды шамалы сулап аламыз, себебі ол тарқатқан кезде біздің қолымызға жабысқақ болады. Тарқатып болдық. Нәтижесінде бізде осындай шашақ шықты. Енді скотчтың екінші бетін алып тастаймыз. Үстеміздағыны осыған қазір ортасына темірді қойып орайтын боламыз. Осылай жаймен шашағымыз жабысып қалмайтындай етіп ақырын орайтын боламыз. Осылай толығымен орап шығамыз. Біздің жапырақтарымыз дайын болды. Менде мына жақта шамамен 15 штуктай болып шықты. 15 дана, яғни өзіңіз білесіз, қаншалықты қалыңдық жасаймын десеңіз, соншалықты жапырақ жасайсыздар. Пальмамыздың жапырақшалары дайын. Ендігі кезекте біз пальмамыздың сыртқы бөлігін, яғни ағашын жасайтын боламыз. Астыңғы бөлігі ағашы. Менде мына жерде қараңыздар, 7,5 ұзындығы 7,5 сантиметр, бойы менде 5,5 сантиметр. Және де кішірек осындай шаблон, бұл 5,5 да 4 сантиметр болды. Жалпы өздеріңіз білесіздер, қандай көлемде алам десеңіздер де, қаншалықты ұзындықты алам десеңіздер де маңызды емес. Енді бұл менде клеевой фоамиран деп аталынады. Бұны біз астындағы қабатын ашқан кезде осылай жабысқақ бетін көретін боламыз. Яғни мына ортасында клей бар. Желім бар арнайы өзінің жабысып қоятын. Кішкене ағашымыз пальманың бейнесін беру үшін біз шамалы осылай екі шетін бүктеп шығатын боламыз. Яғни мынаны осы бүктелген жерді желіммен жабыстырып жіберсеңіздер де болады. Болмаса өзінің де осындай желімін қаттырақ жабыстырсаңыздар жабысатын болады екі ортасы. Екі басын біріктіріп жабыстырып шығасыздар. Менде
шаблондарым дайын, барлығын алдын ала дайындап қойдым. Енді жабыстыру қалды. Қарапайым баклажканы аламыз да осылай екі басын кесіп тастайтын боламыз. Және де міне мен жабыстырып жайлап астыңғы бөліктен бастадым. Ағаштың бейнесін жасайтын боламыз, пальма ағаштың бейнесін. Осылай астыңғы бөліктен бірінші жеріп жабыстырып аламыз. Бұл бізде әдемі көрінетін болады, және де желімен міндетті түрде бастырып шығамыз. Болашақта ашылып кетпес үшін. Осылай толықтай жабыстырып шығасыздар. Және де келесі сатыға шыққан кезде біз мынау екі ортаға, яғни мынау ашық тұрған жерге салатын боламыз келесі бөлігімізді. Шахматный үлгімен, яғни шахматтық үлгімен осылай кезектестіріп салатын боламыз. Бұл бізде пальмамыздың жаңағы несін талын толығымен сол пальмаға ұқсастырып бейнеде келтіруіміз үшін керек болады. Осылай кезектестіріп жабыстыра бересіздер. Дайын болды. Міне астыңғы бөлігін жасап қойдым. Ішіне салмақ салу үшін ауыр зат қойсаңыздар да болады. Менде мынау төбесіндегі бөлігін осылай зубочисткамен, яғни таяқшамен кесіп шықтым. Барлығын үстіп майдалап орын дайындап аламыз. Және де мына кокостарымызды жабыстыратын боламыз. Келесі кезекте мен жапырақшаларын дайындап жабыстырамыз осылай. Ақырындап мына белгілеп қойған орындарымызға осылай жапырақшаларды біртіндеп тізіп жабыстырып, кішкене ғана желімен желіндеп жіберетін боламыз, яғни болашақта шығып кетпес үшін. Осылай кезектестіріп жабыстырып кете бересіздер ары қарай. Енді нәтижесінде бізде осындай қызықты, күлкілі көрінетін пальма шықты. Менің ойымша бұл пальма Барбоскины мультигіндегі ақшашты күшік бар еді ғой, соған ұқсап қалды. Өзіме өте күлкілі көрініп тұр мына пальма. Ойдан шығарған дүние осындай болады екен. Анда-санда осы менің каналымнан қызықты дүниелер көріп тұрыңыздар.